Assalamualaikum. Бүгін сіздер менен массив бойынша бір-екі мысалға көріп өтеміз. Мысалымыз n элементтен ібарат болған массив берілген. Оның элементтері теріс тәртіпте шығарушы программа түзілсін. Енді бұған бізде код жазып өтеміз. Бірінші include EOStream'ді жазамыз. Include EOStream. Include EOStream. Белгілерін қойып аламыз. Кейін using namespace. Кейін int main'ді жазып аламыз. Енді өзіміздің осы мәселеге байланысты кодымызды кіртіп баслаймыз. Бірінші бізде int n деп жазып аламыз. Бұл n элементтерінің саны болады бұл жерде. Sin n, яғни массив элементінде неше элемент бар екенін кіртеміз. Енді int an, яғни бұл a массивіміз, n элементтен ібарат болған массивіміз болып есептелінеді. Енді циклын жазамыз. For int тең 0 деп жазып аламыз. Баста 0-ден басталады. И кіші болады n элемент санынан. i++ды жазамыз. Яғни бұл яғни бұл адымы болып есептелінеді. Енді sin енді бізде массивтің бірмелеп элементтерін кіртуіміз керек. Соны sin i деп жазып аламыз. For int i тең n-1 деп кіртіп аламыз. Енді бізде бұны мәселен шартындегідей элементтері теріс қаратып шығарушы программа түзгеніміз үшін осы циклды жазып алдық. i-минус деп кіртеміз. Яғни теріс қарап шығарады массивтің элементтерін. Енді code a деп осы массив элементтерін шығарамыз. Кодымыз енді тайын, аз бұны тексеріп көреміз. Бірінші элементтер санын кіртіп аламыз массивіміздегі. Мысал үшін біздер азыр 5 деп кірттік. Енді элементтері 1, 2, 3, 4, 5 деп кірттік. Кодымыз дұрыс істеп тұрды, бірақ элементтерді теріс қарап шығарған уақытта орталарын ашып кірту үшін мына жерде пауза белгісін қойып кетеміз. Қайттан бір тексеріп көрейік. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Демек, кодымыз дұрыс істеп тұрды, элементтерінің арасы ашық болып шықты. Бізде кодты дұрыс жазған екенбіз. Енді екінші мәселемізді көріп өтеміз. n элементіне ібарат болған массив берілген. Массив элементтері арасынан жиындысы ең үлкен болатын екі қоңсыз элементті шығарушы программа түзілсін. Демек,
Sharti bo'yicha buni kodini yozib boshlaymiz. Birinchi include usestreamni boshlaymiz. Include usestream yoziladi. Keyin using namespace int main kodni yozib boshlaymiz. Int n ham a deb yozib olamiz. Code massiv elementleri massiv ko'lamini kiriting deb yozib olamiz. Endi sin deb yozib sin n bu yerda massivning ko'lami, ya'ni elementlarining soni bo'lib hisoblanadi. Endi int massiv n deb yozib olamiz. Siklni yozamiz bu yerda yana. For int item 0 x n deb yozamiz. Ham adımını kiritamiz endi. Ya'ni birga ortib boradi bu yer adımı. i'ga ortib boradi. Bir tabrilstirib yozamiz. Foning shunday bo'lgandan keyin sin a kiritamiz. Massiv i deb yozib olamiz. Ol teng bo'ladi. Massiv i'miz a'ga teng bo'ladi. Endi integer bir bosamiz. Int deb yana summa deb kiritib olamiz. Bu yerda summa bu o'zgaruvchi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni massiv 4-element, massivning 4-elementi ham birinchi elementlarning qo'shindisi bo'lishi kerak. Bu yerda. Endi index ol teng bo'ladi 1ga. Şimdi bir sikl yazıp ödeyimiz. For int i teng 2 ham i kishi bo'ladi n'dan. Adımını yazamız. Plus i. Endi shart kiritamiz. If agar massivimizdagi i minus birimiz bilan massiv i'imizning qo'shindilari bizning summamizdan ulkan bo'lsa
Сумамыздан үлкен болса, бізге сумамыз қайттан массив и минус 1 плюс массив идің қосындысына тең болып қалу керек. Енді бұны экранға шығару керек. Бірінші индексті жазып өтеміз. Индекс тең и болады. Енді экранға шығарушы CO2-ті жазамыз. CO2 эндолды бірінші кіртіп аламыз. Яғни бізде көлемді кірткеннен кейін ортада ашықлық болу керек еді. CO2 қайттан кіртеміз. Массивтің массив и минус 1 һәм массив иді кіртеміз. Массив и деп жазамыз. Бұл жерде емес, негізі индекс деп жазуымыз керек еді, себебі бұл индексіміз біздерге индекстің өзі иге тең болады да. Ретур 0-ді жазып болды. Енді тексеріп көреміз кодымызда. Біздерде қате бар дейді. Сумма тең массив. Мынерде бір плюс белгіміз қалып кеткен екен. Қазір бұны қайттан жазып өтеміз. Сумма тең массив 0-ші элементі плюсымыз қалып кеткен. Массив и. Қазір бұны жазып жібереміз. Енді қайттан тексеріп көреміз. Және қатеміз бар екен. Так. Массив и деп кеткеніміз, массив и емес, бұл 0-ші 1-ші элементлер еді. Сол жерақта бір. Енді if-ті жазған уақытымызда біздерде бір қосылма белгісі қалып кетіпті. Себебі if-тан кейін шарттың өзі қосылмаға алып жазылу керек еді. Біз соны кіртпей кеткенбіз. Қазір не қапетіне? Қазір енді дұрыс деп ойлаймыз. Массив көлемін кірдің. Бірінші оның көлемін кірдеміз, мысалға 5. 5 элементтен барады. 1, 2, 3, 4, 5. 4 пенен 5. Демек, 4 пенен 5-ің қосындысы 9. Бұл, яғни, басқа қосылыс элементтерінің қосындысына үлкен болып тұрды. Соң үшін бізге 4 пен 5-ті шығарып берді. Демек, біз кодты дұрыс жазған екенбіз. Атабарларыңыз үшін рахмет.